Тоғызқұмалақ ұлтымыздың интеллектуалдық ойындарының бірі һәм бірегейі. Бақсыдан бері бабамыздан қалған мұра бүгінгі дейін өз құндылығын жойған жоқ. Қайта өркен жайып, өскелең ұрпақтың ұлттық спортына айналды. Тәуелсіз елімізде аталмыш спорттан әлем чемпиондары да бар. Солардың арасында айрықша аталатын Тоғызқұмалақтан алғашқы әлем чемпионы Оңтүстік Қазақстан облысынан шыққан. 27 жасында 7 рет әлемді мойындатып үлгерген ару бүгінде өңіріміздің ғана емес, еліміздің мақтанышы. Ол қазақтың ұлттық зияткерлік спортының қазіргі жарық жұлдызы Әсел Дәлеева. Жалпы алғаш рет анам тоғызқұмалақ үйреткенде ағам екеумізге үйреткен болатын. Ағам да осы тоғызқұмалақты біраз жылдар ойнады, бірақ жасы үлкен болғандықтан оқуға түсіп, жаңағы тоғызқұмалақты қойып кеткен болатын. Енді 2012 жылы осы жаңағы Шымкент қаласы Төле би ауданында жолдасым екеуміз тұрмыс үйлендік, жалпы отбасы құрдық. Қазір енді осы Төле би ауданының келінімін. 2 ұлым бар. 2 ұлым біріншіден әлі кішкентай. Енді екіншіден жалпы әркім өзі таңдауға құқылы деп ойлаймын. Балдарым егер таңдап жатса, қызығып жатса, неге үйретпеске, ол қолымда тұрған нәрсе. Сондықтан балдарымнан да жаңағы спортшы болса екен деп армандаймын. Тек тоғызқұмалақ болмаса да, қазақ күресі болса да, мысалға жаңағы кез келген спортшы болса деп армандаймын. Өйткені спортты жаңағы тәрбиелік мәні өте зор, сондықтан балдарды тәртіпке баулиды. Ол Тоғызқұмалақтан Қазақстан еңбек сіңірген спорт шебері атанған жалғыз әрі ұлттық спорт түрлері арасында осы атақты иеленген тұңғыш спортшы. Тоғызқұмалақты 9 жасында ойнай бастаған Әсел Дәлеева 12 жасында еліміздің ең жас спорт шебері, ал 16 жасында халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативін орындаған ең жас спортшы атанды. 20 жасына дейін жастар арасындағы республикалық тоғызқұмалақ жарысының 6 дүркін жеңімпаз болды. Ал ересектер арасында республикалық додаларда 11 мәрте чемпион атанып, көптеген халықаралық жарыстарда жеңіс тұғырына көтерілді. Бүгінгі ұстаз чемпион Әсел Дәлеева Тоғызқұмалаққа қанша жасында келді? Қалай қызығып бастадыңыз осы спортқа? Жалпы тоғызқұмалақты анам үйреткен. 6 жасында үйге тақтасын алып келіп, алғаш рет үйретіп көрсеткен болатын. 10 жасыма дейін үйде, жалпы ауладағы қыздар ұлдармен ойнап, солай әлде де ережелерін толық білмей ойнаған болатын. Сол 10 жастан бастап арнайы тоғызқұмалақ клубына барып, ең алғаш рет осы тоғызқұмалақты Шымкент қаласында біз тұрып жатқанда, мамам үйреткен болатын. Шымкентте жаңағы профессионалды түрде айналысқан жоқпын, бірақ сонда да жалпы бастамасы осы Шымкент қаласында болған. Сон 10 жасымда біз Қызылорда қаласына көшіп, отбасылық жағдайымызбен, сонда жаңағы арнайы клуб бар екенін біліп, Тоғызқұмалақ клубын, сонда жаңағы алғашқы бапкерім өзімнің Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген бапкер, сол кісі Тоғызқұмалақты ары қарай профессионалды түрде үйретіп, спортшы ретінде дамытқан болатын. Бүгінгі әлем чемпионның алғашқы жарысы мен жеңісі кешегідей көз алдында. Ел біріншілігінде 11 рет топ жарған ару тұңғыш медалімен балалық шағындағы жұлдызды сәтін сағынышпен еске алды. Себебі ол жеңіс чемпиондық жолдың алғашқы баспалдағы болатын. Енді 10 жасымда жаздың күні үйреніп, жазда 14 жасқа дейінгі республикалық чемпионат болады деп естім, бірақ мен 10 жастамын, сонда жаңағы ұстазым айтты, жаз бойы дайындалсаң, сол жақтан жеңіп келсек болады деп. Енді алғашқы республикалық үлкен жарысым болатын. 3 ай каникулда, сонда жаңағы демалысымызда демалмай сол дайындалып, күнделікті жаттығуға барып, 2 айдан кейін ба сол жаңағы жарысқа барып чемпион атанған болатын. Енді 14 жасқа дейінгілер арасында өзім 10 жастамын. Алғашқы жеңісім өте ыстық болып көрінген, жаңағы посуда беретін ол кезде ыдыс-аяқ, сонда жаңағы шәйнек кеселермен берген. Сонда жаңағы түнде пойыздан қайтып келатып, қайта-қайта қараймыз, шәйнегіміз сынып қалмасын деп 3-ші полкаға қойып қойғанбыз. Сондықтан сондай қызықтар болған. Өте ыстық көрінетін алғашқы жеңісіміз, сонда жаңағы спорт шеберіне үміткер деген атақ беріледі деп естіп, таң қалып, ой, біз енді спорт шеберіне үміткер атандық деп, солай керемет жаңағы сезімде болғанбыз. Спорт жеңіс пен жеңіліс қатары жүретін жер. Кейде ұтылғанның өзі болашақ чемпионға пайдасын тигізіп жатады. Намысы мен арманына қамшы салатын сәтсіздіктен соң спортшының алдында жарқын жеңіс күтіп тұруы заңдылық.
ойын үстінде жеңіліп отырасың ғой. Сен уже білесің жеңіліп атқаныңды. Жаңағы енді тоғызқұмалақта қазірде мысалға ол кезде де сондай тұғын, өз-өзіме айтамын, неге мен осы ойынды жүрісті дұрыс қарамадым, неге мен дұрыс дайындалмадым, қателік өзімнен болды деп әрдайым қателікті өзімнен іздеймін. Сосын келгеннен кейін жарыстан немесе сол жарыс болып атқан кезде болсын, кешке болсын, жаңағы ойынды өз қатемді таппайынша өзіме орын таппаймын, қатты өкінемін кейде. Бірақ сонда да жаңағы әрбір ұтылыс мені ары қарай дайындалуға, жаттығуға итермелейді. Сондықтан ол ұтылып тұрғанда дұрыс деп ойлаймын. Енді бізде жаттығу тақтамен бірге бір. Сосын қазір өте көп, кітапшаларымыз өте көп. Мынау республикалық чемпионаттар болсын, әлем чемпионаты болсын, сол кезде ойналған ойындардың жаңағы жазылған кітабы арнайы. Болмаса біз өзіміз сол ойындарды қазір телефон бар, сонда түсіріп алып, жаңағы сол ойындарды зерттеп, талдап, күніге 3 сағаттан 6 сағатқа дейін жаттығамыз. Енді біреулерге айтсаң таңғалады, қалай ол деп, мысалға енді 3 сағат тақтан алдында отыру оңай емес. Сондықтан сол кім еңбектеніп жаңағы 3 сағатқа шыдамды болады, сол жеңіске жетеді соңында. Өзімнің ұстанымым сондай. Мен жалпы балдардан, оқушыларымнан да жаңағы сұрайтыным сол. Тоғызқұмалақта жаңағы көбінесе жаттығу көп керек, практика дейді, оны тәжірибе өте көп керек, өте көп ойнау керек. Жаңағы ақпарат өте көп қазір заман, дамыған заман. Мен енді 18 жыл болды тоғызқұмалақ ойнап жүргеніме, жарыстарға шығып жүргеніме. 18 жыл бұрын біз егер жаңағы спорт шеберіні көрсек, өте қуанып, онымен бір ойын ойнасақ, біз үшін ол керемет тұғын. Ұтылсақ та, ұтсақ та. Одан кейін сол спорт шеберлер жарысқа барып келгеннен кейін блокнотын сұрап жүретінбіз. Беріңізші, мен көшіріп алайыншы. Сонда жаңа блокнотын береді, оны көшіріп алып, жаңағы сол ойындарды қарап, солай зерттейтінбіз. Енді қазір дамыған заман, интернетте де барлығы бар. Мысалға арнайы тоғызқұмалақ.com сайты бар. Мысалға сонда жаңа суреттер, ақпараттар, кез келген ақпаратты білуге болады. Оған қоса жарыстан, кез келген жарыстан кейін жаңағы ойында ойналған ойындардың жаңағы несі тұрады, хаттамалар тұрады. Соны жаңа соткаңе түсіріп ала қоясың. Қазір еңбектенудің де қажет жоқ. Бір керемет жазу жазып, біз баяғыда жаңағы кешке дейін соны жазып, көшіріп, ойындарды талдап сөйтетіміз. Енді қазір оңайырақ, тек түсіріп алса болып, бала үйге келіп қараса, соның өзі жеткілікті. Енді жалпы ең маңыздысы енді әлем чемпионаты. Жалпы әлем чемпионаты 4 рет өткен болатын. Сол 4-еуінде де классика түрі бойынша жаңағы чемпион болғаным мен үшін үлкен жетістік. Негізгі ең үлкен мақсат осы әлем чемпионаты. Әлем чемпионатында Қазақстанның намысын қорғап, Қазақстанның атынан жаңа туын желбіретіп, сол қыздар арасында биік жетістікке жету. Одан кейінгі жарыстарымыз енді Қазақстан Республикасының жалпы ересектер арасындағы үлкен чемпионатымыз. Онда 11 рет чемпион болғам, осы 18 жылдың ішінде. Сонда жаңағы бірнеше рет ұтылғаным бар. Бізде ең үлкен турнир, жаңағы призі өте мықты, жүлдесі. Ол Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесі үшін өткізілетін турнир. Ең соңғы рет былтыр өткізілген болатын. 1 миллион теңге қаржылай сертификатпен ақша табысталды. Сонда соны жеңіп алдым енді. Одан бөлек сіз машиналарды жеңіп алдыңыз? Иә, сол жаңағы президент турнирінде жалпы бізде ең крупный дейді, ең ірі турниріміз. Оны арнайы облыстар үлкен жауапкершілікпен алады, үлкен деңгейде өтеді, халықаралық деңгейде өтеді. Оған басқа елдерден қонақтар шақырылады. Сонда ең үлкен жүлде ретінде 2 рет машина, темір тұлпар болды. Тоғызқұмалақтан қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш әлем чемпионы бүгінде өзі де чемпиондар тәрбиелеп жүр. Қай жауапкершіліктің жүгі ауыр дегенімізде? Негізі екеуі де оңай емес, бірақ өзің ойнап шыққаның жеңілдірек. Жаңағы айттым ғой, өзің ойнап ұтылып шықсаң да кінәні өзіңнен іздейсің. Неге бұлай болмады, бұлай деген сияқты. Ал оқушың ойнаған кезде қарауға шаман келмейді. Соншалықты жаңағы толқисың, өте қатты
жаңағы бір керемет сезімде боласың, бірақ сонда да қатты уайымдап жүресің, ұтады ма екен, қалай ойнайды екен, жеңісті көре біле ме екен, көрмес пе екен деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды. Ол жаңағы тек әлем чемпионаты болмаса да, біздің облыстық чемпионаттың өзінде балдар ойнап жатқанда қатты уайымдап жүреміз. Қалай болады, өтеді ме екен, облыстан іріктеулер болады арнайы. Сондай үлкен жарыстарда жаңа бала тәрбиелеу өте қиын. Жалпы шәкірттер саны 20-дан асады. Тек жаңағы көбінесе нақты спортшылармен жұмыс жасаймын, барлығына уақыт табуға тырысам. Енді спортшыларымның алды осы Каримова Лина, қазіргі таңда әлем чемпионы атанды. Және де арт жағынан ілесіп келе жатқан жас ұлдар, қыздарым өте көп. Әрқайсысын бөлек жаңағы жұмыс жасап, әрқайсысын бөлек жақсы көремін. Сондықтан қазір енді ұстаз ретінде де жаңағы тоғызқұмалақты жаңа қырынан біліп жатырмын. Кезінде өзім спортшы ретінде ойнағаннан кейін мен мысалға қыр-сырын біле бермейсің, сен спортшысың, барасың, өз мақсатыңды орындап, жаңағы ұту керек болса ұтып шыға қоясың. Басқа ешкімді уайымдамайсың, былайынша айтқанда. Енді қазіргі таңда ұстаз ретінде спортшыны дайындағаннан кейін ол өте қиын екен. Ол спортшы тек дайындық қана емес, ол психологиялық тұрғыдан да мықты болу керек. Ол спортшы жаңағы облыстық, республикалық чемпионаттарда психологиялық деңгейде де бала мықты болмаса өте қиын. Қазіргі кезде Дәлиеваның шәкірттерінің алда Лина Каримова болып тұр. Бұған дейін Қарағанды намысын қорғап келген ару айтулы ұстаздан тәлім алу үшін Шымкентке көшкен. Бірнеше жылдан бері оңтүстік атынан сынға түсіп жүрген Лина Әсел апайының білікті ұстаз екенін айтады. Әсел апайды қашан көргем, бірінші реттен бастап, ол мен кумир болды. Мен әрқашан білдім, ол бірінші әлем чемпионы. Оның биографияны зерттедім, қай уақытта қандай медаль алды, оның ойындарын зерттедім. Сосын өз ойындарында оның жүрістерін қайталадым. Оның оқушымен болу армандадым. 18 жасымда 2016 жылы Әсел апаймен жаттықтыру үшін арнайы Шымкент қаласына көшіп келдім. Осы жаққа оқуға түстім. Әсел апаймен бірге дайындығымызды бастадық. Әсел апай өте жақсы жаттықтырушы, себебі ол өте көп біледі. Білімдерін бере алады, түсіндіре алады. Ұлттық спорт өңірімізде қашаннан бері алдыңғы шепте келе жатыр. Әр жарыстан жеңіс пен жүлдесіз келмейтін жерлестеріміздің бүгінгі жетістігін мақтанышпен айтуға болады. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысы мен ес білгелі тоғызқұмалақтан тек жоғары деңгейдегі спортшылар дайындаған облыс болып табылады. Спорт өте жақсы дамыған бізде. Енді бір кездері шамалы жастар аз болып қалған кездер болды. Бірақ қазір биылғы жылдың өзінде, 2017 жылды есептейтін болсақ, біз жаңағы молодежные игры, жастар ойындары болды биыл, 4 жылда бір рет болатын. Сол жастар ойында жаңағы арнайы команда апарып, сонда бірінші орын алдық. Енді 16 облыстың ішінен. Енді оның өзі бір көрсеткіш. Одан кейін кеше жақында ғана өткен әйелдер чемпионаты, Қазақстан Республикасының әйелдер чемпионатында 5 қыз жаңағы өнер көрсетеді. Сол 5 қыз жаңағы біреуі мен, біреуі Лина, Сапарбекова Салтанат, Салман Аружан, Байболат Гүлназ деген отырардың 2 оқушысы бар. Сонда өнер көрсеткенімізде онда да бірінші орын алдық. Кеше жақында болған енді әлем чемпионатында Лина Шымкенттен, мен оңтүстік Қазақстан облысынан және Ақтаев Серік оңтүстік Қазақстан облысынан. Сондықтан ояқтан да бірнеше жүлдемен қайттық. Енді әлем чемпионатынан кейін бірден Ақбидайға бардық, Ақтөбе қаласында. Онда жаңа Лина екеуміз жекелей есепте бірінші орын алдық, командалық есепте екінші орынға еге болдық. Енді соның өзі қазіргі тоғызқұмалақ оңтүстік Қазақстан облысындағы тоғызқұмалақ деңгейін көрсетеді деп ойлаймын. Біз алғашқы үштікте немесе бестікте деп толық айта аламын. Өйткені бізде жастар да өте жақсы, өте қарқынды дамуда қазір. Былайынша айтқанда
конкуренция өте мықты. Облысымызда жақсы жаттықтырушылар өте көп. Жаңа жаттықтырушылар 1-2 оқушысы өтіп жатса да соған қуанады. Өйткені соған қуанарлықтай қазіргі жағдайда жаңағы бәсекелес өте мықты.